12 жасқа толған балаларға арналған. Бейсенбінің кеші сағат 7 арма көрермен эфирде көп нүкте ток-шоуы. Қазақстан жаңғыру мен жаңарудың жаңа кезеңіне қадам басты. Сөзімізге мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жылдың басында, нақтырақ айтсақ 5 қаңтарда Түркістан газетінде жарияланған сұхбаты және Сырдарияны ашық диалог алаңына айналдырған Қызылорда төрінде өткен 5 ұлттық құрылтайдың отырысы және жаңа конституциялық жобаның преамбуласы дәлел. Түркістан газетінде мемлекет басшысы салық кодексі, көлік және логистика саласы, туризм, агро шаруашылығы және одан өзге бірнеше маңызды тақырыптарда айтқан болатын. Ал ұлттық құрылтайда соңғы 6 айдағы негізгі жұмыстарды қорытындылап, одан өзге құзырлы органдарға негізгі пәрменін берді. Соның нәтижесінде жаңа конституциялық жобаның преамбуласы жарияланды. Преамбула қазірдің өзінде қоғамның талқылауына ұсынылған болатын. Құрылтай және жаңа конституция бұл елдің егемендігі үшін қалай әсер етпек? Бүгінгі эфирде талқылаймыз. Қымбатты көрермен, экран алдына жайғасыңыз. Талқылауда сұранып тұрған тақырыбымызды одан әрі тарқату үшін студиямыздың төріне арнайы сала мамандары, басқарма басшылары, олардың орынбасарлары, ғалымдар, құқық қорғау салаларының мамандары, жалпы бір шама спикерлер жиналып қалды. Сондықтан қымбатты спикерлер, бағдарламаға уақыт бөліп келгендеріңізге ризашылығымызды білдіреміз. Сөзді Кәмшат Шәкірбекқызы сізге берейік. Өзіңіз білесіз, бұған дейінде біздің бағдарламаларымызда қонақ болып жүрсіз, кезекте емес тұрақты спикерімізге айналдыңыз. Біз ұлттық құрылтай, Түркістан газетіне мемлекет басшысының берген сұхбаты, жаңа конституциялық жоба барлығын бірдей талқылап жүрміз. Жалпы бұндай жиындарды, алқалы отырыстарды өткізудің негізгі идеологиясы неде? Және бұл елімізге қандай өзгеріс алып келуі мүмкін? Кеш жарық, құрметті көрермендер, құрметті Амангелді мырза, барлық спикерлер, барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Енді осыған дейін ол бір күнде болып жатқан өзгеріс емес. Менде осы бағдарламаға келмес бұрын көптеген сұрақтар өзімнің басымда да туындады. Оған дейін қаншама жыл бойы осы президентіміз жылда жолдауын жолдайды. Қыркүйек айында оны күтіп отырамыз. Одан кейін енді биыл жақсы белес алып жатыр. Мына конституцияның жобасы ұсынылды. Ол бір күндік шара емес. Әрине. Егер сол реформа болмаған жағдайда қалай болады? Соның болғанына қуанып отырмын. Бірінші, бір жақында сотта жұмыс жасаған бір апаймен сөйлескенмін. Сол қазір адвокат болып жасайды екен. Сол айтқан бірінші мені сендір, мен осы жобаны мен ұтып шығуыма. Содан кейін барып, мен арғарай оны ұтып шығамын деп айтқан болатын. Тап сондай жағдай, мен де осы халықтың алдына шығу үшін бірінші өзімді сендіріп, өзім сенуіме, одан кейін енді халыққа айту үшін барлық осы уақытқа дейін болып жатқан жағдайдың барлығын егжей-тегжейлі қарап отырмын. Әлеуметтік желілерде үлкен сұрақтарда болып жатыр. Соның ішінде мен президентті осы жасап жатқан ісін, жасап жатқан жаңа конституцияның жобасын қолдаймын. Барлығы ашық түрде болып жатыр. Ол бір күнде жасалған жоқ. Былтыр 8 қыркүйекте бастау алып айтылды. Одан кейін 8 қазанда құрылтайда айтылатынын айтылды. Одан кейін енді кеше 21 қаңтарда болған үлкен құрылтайда конституцияның комиссия құрылатыны туралы. Оған дейін енді қаншама әділетті Қазақстан, экология туралы барлығын айтып келген уақытта ол кісі енді реформасыз болмайтын шығар деп ойлаған деп есептеймін өзімнің жеке басым. Себебі бұл реформа бізге ең бірінші, маған оның ішінде ұнаған сәттері, енді 77 бап өзгерген екен, 84%-ын басында одан азырақ бап өзгереді деп айтқан болатын. Одан кейін енді барлығын қайтадан қорып, қайтадан қараған уақытта көбірек 84% деген енді үлкен құбылыс. Сондықтан
ішінде ең бірінші заман өзгеріп жатыр, заң өзгеріп жатыр, басқа елдер бар. Жаңа қазақта айтады ғой, үй көзімдікі де емес, үй сыртында кісі бар деп. Соған байланысты мына цифровизация адамдардың ең бірінші құқығының ішіндегі мына қазіргі мына цифровизация дамыған заманда біздің өзіміздің ақпаратымыз, бұл цифрландыру, соның барлығы конституцияға кіріп жатқанның өзі үлкен жетістік. Ал егер бұл реформа болмаған жағдайда қалай болар еді? Ештеңе болмай жатырса, ол кезде қандай жағдай болар еді? Ол кезде қандай сұрақтар туындар еді деген сұрақ пайда болады. Біріншіден, өте қуаныштымын. Сондықтан қолдайсыз? Барлық жобаны осы түрде қолдаймын. Сөзіңіздің жаны бар, қазіргі болып жатқан өзгерістердің барлығы 2025 жылдың 8 қыркүйегінде басталған еді. Бұл мемлекет басшысының бір палаталы парламент құру деген бастамасының негізінде туындаған идея. Жалпы бұл идеяларды сіздердің қолдайтындарыңыз белгілі. Енді одан өзге мынадай тұстар бар. Құрылтайда бізде бір палаталы парламент құрылады, оның атауы құрылтай деген атқа ие болады деді. Қазіргі жоғарыда отырған депутаттарды құрылтай депутаттары деп атаса болады. Ал сіздерді қалай атау керек енді? Өңірлік депутаттарды? Маслихат депутаттары болып қалады. Мен қай бап екен есіме түсіре алмай отырмын, бірақ маслихатта да жаңағы жергілікті жердің атқарушы органдарының да өзгерістер енген көптеген. Мысалы, оған дейін әкімдерді президент, одан кейінгі жоғары тұрған әкім және үкімет мысалы алып тастай алатын болса, енді қазіргі жағдайда жаңа осы жобаның ішінде маслихаттың 5/1 бөлігі егер қарсы дауыс беретін болса, онда маслихаттарға үлкен енді күш беріп қойған заң жүзінде. Парламенттің атауы құрылтай болып өзгергенмен функционалды жұмысы өзгере ме? Әлде қосымша бір міндеттемелер артыла ма? Қосымша міндеттемелер артылады. Қандай? Үкіметтің мысалы жаңағы сот 8 бөлімде сот, прокуратура және құқықтық негіздерінің ішінде де көптеген өзгерістерді ол қазір құрылтайдың сұрағына жүгінеді, құрылтайдың көмегіне. Сосын маслихаттың әкім, облыс және үлкен қалалардың әкімдері неге құрылтайға жүгінеді? Барлығы мына президент оған дейінгі болған конституцияда оны тоталитарлық деп айтуға болады. Мына мысалы Америка құрама штаттарында солардың конституциясы ең 1808 жылдардан бастап басалады ғой, енді Линкольннан бастап. Линкольн айтады ғой, government for the people, by the people. Ол жаңағы барлығы халыққа арналған. Сол сияқты мына президенттің айтқысы келетіні, президенттің барлық соның құзырындағы көп соған арналған жүкті ол халыққа бөліп берген. Оның ішінде жаңа тек қана құрылтайда ғана емес, халықтық кеңес те бар. 50% алып тастады деп айтуға болады. Себебі ең бірінші көрсеткіші ол президент бір-ақ рет 7 жылға сайланады деген жері. Сосын одан кейін құрылтайдағы депутаттардың саны қысқарады, демек. Қазіргі парламенттегі депутаттардың тең жартысы кетіп қалуы бек мүмкін. Одан кейін құрылтайда олардың саны қысқарады. Ал олардың жұмысы ше? Жұмысы қысқармайды, одан есе көбейеді. Қазіргі таңда да енді мысалы жалпы мына мәжілісте отырған депутаттарға да барлығымызда мысалы доступ бар. Әлеуметтік желілер бар, и-өтініш порталы бар деген сияқты барлығына да жауап жазуға болады, e-gov арқылы да жауап алуға болады барлық сұрақтарға. Тап сол сияқты бұл енді әлде пока ол жоба екен есімізден шығармауымыз керек. Кез келген Қазақстан Республикасының азаматы өзінің ұсыныстарын барлығын талқыға салуға құқылы. Парламентті құрылтай деп атауға қарсы емессіз ба? Қолдайсыз ба?
мен жаңа интернет желісінен қараған болатынмын. Негізі құрылтай сөзінің шығысы ол съезд деп аударылады екен орыс тілінен. Енді бірақ мына Башкирия елінде, мына Ресей мемлекетінде, Татарстанда көргенмін, сол жерде мына мәжіліс депутаттары отыратын жер құрылтай деп аталады екен. Ол баяғы ертеректе түрік тілдерінен кірген сөз. Сондықтан мына барлығы енді тарихтан боялады ғой. Ертеректе осылай адамдардың, осы халықты билеген, елді билеген азаматтардың жиналысының өзін құрылтай деп есептеген екен, айтылатын болған. Сондықтан мен сол құрылтай деген атаудың дұрыс екенін мойындадым. Жақсы, рахмет Кәмшат ханым. Әлібек мырза, сөзді өзіңізге бергім келеді. Мынау құрылтайдағы депутаттардың саны қысқарады, парламентке қарағанда деген әңгіме тарағаннан кейін, халықтың арасында, халықтың басым көпшілігі және қоғам белсенділерінің тарапынан мынадай ұсыныс болды. Енді ол жерге өнерге немесе спортқа қатысы бар адамдарды апармау керек деген сияқты. Сіз қолдайсыз ба оны? Армысыңдар, біздің әріптестер, спикерлер. Мына біз осындай бүгінгі құрылтайда айтылған үлкен мәселе бар, және конституциялық өзгерістер бар, реформа. Осыған біз бір күнде келген жоқ. Бұған деген үлкен сараптамалармен жаһандану мәселелерін қарап, бүкіл алдығымыздағы жоғарыда айтып кеткен Кәмшат ханым сияқты үйдің сыртында ел бар деген сияқты, біз басқа елдердің, басқа мемлекеттердің тәжірибелерін қарап, содан осы жерге келіп, осындай мәлімдеме жасалып отыр. Ал егер де мына құрылтай азайтамыз деген сөзі бар, болып отыр ғой. Ол азайғанмен оның жұмысы азаяды деген біз. Және жаңағы сіздің сұрағыңызға құрылтайға кім бару керек дегеніз. Құрылтайда біздің халықты жақсарту үшін, халықтың біздің еліміздің өркендеу үшін осының бәрін үлкен институттар бар, үлкен сарапшылар бар, ғалымдар бар. Және осындай деңгейде, үлкен деңгейде, қазір біздің елімізге қарасақ, біз үлкен өзгерісті алда тұрық. Сондықтан да құрылтайға әр мәдениет саласынан да болу керек, оқу ағарту саласынан да болу керек, спорт саласында болу керек. Экономистер, юристеріміз, ауыл шаруашылық мамандар болу керек. Қандай сала бар, сол саладан білікті іріктеліп алынған азаматтар ол жерде отыру керек. Неге десеңіз, сол 145 адам сол құрылтайға баратын болса, халықтың жағдайын, халықтың болашағын тек қана сол адамдар арқылы біздер жоғарыға жеткіземіз. Және жоғарыда, мысалы, мемлекет басшысы кеше өзінің жолдауында Түркістан газетіне берген сұхбаттарын бәрінде айтылған сөздің бәрі тек қана біздің халықтың көзін ашып, жаңа біздің жағдайымызды жақсартып, үлкен әлемдегі үлкен өркениетті елдердің қатарына қосу. Депутаттар құрылтайға сайлана ма, тағайындала ма? Сайлану керек. Сайлануы керек. Бұған дейін парламент қабырғасында болған депутаттарды білеміз. Біреу жарымын көз көріп құлақ естіп жүр, депутаттық сауалдарын тыңдап жүрміз, ал кейбіреулерін мүлдем танымаймыз. Дәл сондай депутаттардың құрылтайға мүше болып кіруі мүмкін бе? Әлде ықтималдылық жоқ па? Қазір мұны кешегі нені қарасаңыз, президенттің өзінің квоталарын алып тастады. Және ассамблеяны алып тастады квота. Сондықтан да енді ол дегеніміз мына халықтың өзінің сайлауына береді. Егенде депутаттар жоғары мінбеде отырып, өзінің сауалдары болмаса, олардың өздерінің халыққа берген сайлауалды бағдарламасына мінбеде тұрып жауап береді ғой. Солардың керектерін, солардың қандай мәселелер бар, соны шешу керек, есеп беру. Ол көрілмесе, ол сол депутаттың өзінің енді азаматтық позициясында қарау керек. Оларға сайлауалды бағдарламасына, өзінің сөзіне, өзі қарсы шыққаны деп қабылдай аламыз ба? Мемлекет басшысының өзі олардың есеп беруі туралы айтқан еді. Бізде барлығы есеп берілуі тиіс, себебі бұл халықтың қаражаты. Ең бірінші жағдай бізде халықтың әл-ауқатын дұрыстау деген сияқты тапсырманы берді. Құрылтайдағы депутаттардан үміт көбірек, әрине. Алдағы уақытта қалай өзгеретіндігін біз бағдарламада да айтатын болармыз. Десе де, Әлібек мырза, сізге мен халық кеңесі туралы сұрағым келіп отыр. Қазақстан халқы ассамблеясының функционалдық жұмысы халық
кеңесіне қарай толық ауысуы керек. Одан өзге үстеме міндеттері қоса беріледі деді. Жалпы халық кеңесін құрудан біз не ұтамыз? Енді мына айтып жатырық қой, мәслихат дейміз, мәжіліс дейміз, құрылтай дейміз. Бұның бәрі түп тамырына келген кезде біздің осы өркениетті мемлекет болу үшін атам заманнан келе жатырған біздің өзіміздің қағидаларымыз. Ол мысалға сөз, мәслихат деген сөз. Ол мәслихат жасап, осындай бір шешімдер жасап, осындай бір тұжырымға келдік деген. Болмаса міне мәжіліс болды. Осындай мәжілісте осындай сұрақтарды көтеріп, халыққа керек нәрселерін бәрін осы мәжілісте шешіліп, осындай халыққа ұсынылды деген. Енді біздің жаңағы құрылтай дейміз. Құрылтай бұл жоғарыда тұрған ол үлкен мінбе. Ол түсінікті ғой. Халық кеңесі туралы айтыңызшы. Соның құрылтайымен айтып келе жатырмын осы. Құрылтайдағы 145 құрылтайшымыз болса, халық кеңесі деген ол осы жердегі халық кеңесінің ішіне кім кіреді? Ардагерлеріміз кіреді, жастарымыз кіреді. Ол мына бір өңірден бір айтайық, бір 5 құрылтайшы или 10 құрылтайшы бар дейік. Или 4 құрылтайшы дейік. Халық мына біздің Ақтөбе өңірін айтайық. Ақтөбе өңірінде 12 аудан бар. Қаламыз қосқанда 14, 2 ауданмен. Ал соның ішіндегі болып жатырған әр аудандан біздің медицина қызметкерлері бар, оқу ағартуында бар, ақсақалдарымыз бар, спорт бағыты бар, заң бар, ветеринария саласы бар. Соның бәрінен ардагерлері бар ма, сол кәсіптер бар, солардан құрылып, осы халық кеңесі болып, халық кеңесіндегі сұрақтарды көтеріліп, оны жаңағы біздің құрылтайшылармен қоян қолтық жұмыс жасап, жоғарыға біздің өкіметке берілетін сұрақтар ғой. Оның бәрі тек халықтың әл-ауқатын күшейтіп, мемлекетімізді жоғарғы үлкен маңдайалды мемлекеттердің қатарына қосу, осының жөнінде осы халық кеңесі мен құрылтайдың бірлесіп отырып жұмыс атқаратын істер өте көп. Ол тиімді деп ойлаймыз. Жақсы, түсінікті. Ендеше Кәмшат ханым және Әлібек мырза, екеуіңізге бірдей сұрақ болсын. Халық кеңесі құрылады деген ұсыныс айтылғаннан кейін мемлекет басшысы тарапынан халықта мынадай талқылау басталды. Қазір барлығы ашық. Біз өзіміздің мәселемізде, өзіміз тұратын аумаққа, ауданға, облысқа байланысты мәселенде құрылтай арқылы, халық кеңесі арқылы шешетін болсақ, онда қалалық немесе облыстық мәслихат депутаттығы деген нәрсе неге керек? Біз өтініш, гов порталдары арқылы кез келген сұранысымызды жаза аламыз ғой. Ол қаралмайды емес, қаралады. Құзырлы органға бармайды емес, барады. Ол шешім шығарылады. Сол бойынша іс нәтижелі болады. Онда депутаттық неге керек бар деген сұрақ туындатты? Жергілікті атқарушы бар ғой. Әкімшілік дейміз. Әкімшілікте мына облыстың бүкіл қай жерде қалай болып жатыр, бүкіл аудан бар, ауыл бар. Соның бәрі осы әкімшілікте. Енді әкімшілік кіммен облыста, кіммен ақылдасып осы жұмыстарды ары қарай атқарады? Сіздермен болу керек, Ол біздермен емес. Ол мысалы мына қандай кезең болмас, мысалы біздің қазір өзіміздің атқарып отқан жұмыстарымыз бар ғой. Одан кейінгісі де бар. Сондықтан да әр өңір өзінің мәслихаты, өзінің әкімшілігі, өзінің кеңес, өзінің қоғамдық кеңестерімен бірлесе отырып, облыстағы жағдайлар шешу керек. Егер де жоғарыдан республикалық деңгейде шешілетін әңгімелер болатын болса, оны құрылтайға жеткізіп, және өкіметпен бірге шешілетін нәрселер. Жақсы, Кәмшат ханым. Жаңағы сұрағыңызға бірінші Әлібек ағаға қойған сұрағыңыздың ішінде құрылтайға депутаттар сайланбайды. Оны партияның списігі бойынша партиялардың әрі қарай дамыту үшін солардың енді президентке де біздер барлық өмірімізді, елімізді сеніп тапсырып отырмыз ғой. Тап сол сияқты біздің президентіміз де осы елімізде құрылған партияларға осы құрылтайдың өмірін, халықтың өмірін сеніп тапсырып отыр деп айтуға болады. Ол жерде список бойынша болады құрылтай. Одан кейін халық кеңесі, ассамблея, қоғам қайраткерлері кіретін болса,
Ал егер қазіргі таңда мен маслихат алынып тасталады дегенге сенбеймін, себебі Жоқ, алынып тасталады деген жоқ. Маслихаттың қандай қажеттілігі бар деген сұрақ туындайды. Мүмкін қажеттілігі жоқ деген сұрақ ешқандай жоқ. Маслихат солаймен қалған. Маслихатқа да одан тағы үлкен жауапкершілік артқан. Ол жаңағы әкімдікті 5-1% қолдайтын болса, онда әкімнің өзін алып тастайтын сондай не беріп қойған. Жаңа жобаға байланысты. Енді қазіргі таңның өзінде біздерде маслихатта біз ешқандай жалақы алмаймыз. Бұл жаңағы общественный жұмыс болғаннан кейін бұл тек қана халықтың шаруасын шешу үшін, я болмаса өзіміздің азаматтық позициямыз, тағы осы елім, халқым үшін деген өзіміздің абыройымыз. Сондықтан қандай да болса да бір дұрыс шешім осы халықтың әл-ауқатын көтеру үшін жүрген менің әріптестерім деп ойлаймын. Сондықтан ондай сұрақ болмайтын шығар деген ойдамын. Себебі жобада ондай әңгіме жоқ. Маслихатты алып тастайды деген. Еле сұрақ туындайды деген. Жобада жоқ, қоғам талқысында бар деп айтып отырғаным ғой мен. Қоғам талқысында ондай болмайтын шығар деп ойлаймын. Себебі біздер ешқандай жалақы алмаймыз. Бірақ біздер енді қандай жерде де жаңа прокладка дейді, о прокладка барлық жерде болады. Сондықтан біздер ел мен биліктің ортасындағы жалғаушы күш болғандықтан. Демек, сіздерге келетін халық тарапынан түскен өтініш арыздардың барлығын сіздер халық кеңесіне дейін жолдай аласыздар ма? Ондай құзырет бар ма? Енді біздер қазір партиядан болғандықтан, бізде ауыл партиясы кеше бізде үлкен жиналыс болып өтті. Әлібек Айдархановичтің қолдауымен осы жергілікті жерде де үлкен жиналыс болды. Барлығымыз қолдайтынымызды, барлық өңірлер қосылды. Серік Рахметоллаұлы деген партияның төрағасы, ол да осы конституцияның комиссия құрамына кірді. Барлық әріптестеріміз өз ойларын, пікірлерін барлығын білдіріп жатыр. Егжей-тегжейлі осы комиссия құрамының жұмыстарында, осы конституцияның баптарында оқып қарап отырмыз. Сондықтан барлығымыз бір ауыздан қолдайтынымызды білдірдік. Жақсы, түсінікті. Қымбатты көрермен, айта кетейік, өткен аптаның жұмасында жаңа конституциялық жобаның преамбуласы жарияланған еді. Ресми басылымдарда жарияланғаннан кейін бірден қоғамның талқылауына ұсынылды. Сізде әлі күнге дейін бұл талқыланып жатқан преамбуланы талқылау мүмкіндігіне иесіз, ол үшін өтініш, қосымшасы арқылы өтініш арызыңызды, тілегіңізді білдіруге болады. Және дәл осы жаңа конституциялық жобаға байланысты Кәмшат Шәкірбекқызы айтқандай 77 бап қарастырылды. Бұл конституциялық мәтіннің жалпы 84%-ын құрайды. Бұл жерде ең маңызды басымдықтың барлығы білім мен ғылымға, мәдениет пен инновацияға берілген еді. Мемлекет басшысының өзі бұған дейінгі үндеу жолдауларында біз ғылым мен білімді көтеруіміз керек, себебі дәл солай бәсекеге қабілетті мемлекет боламыз дегенді айтқан еді. Ал ғылымға қаншалықты көңіл бөлініп жатыр? Рахым Ақбайұлы, сөз өзіңізде. Амангелді мырза, мен әріптестердің тақырыбын әрмен қарай бір логикалық тұрғыдан алып кеткім келіп отыр. Біз біріншіден түсінуіміз керек. Жер бетінде 4000-нан астам этнос халық тұрады. Біріккен ұлттар ұйымдарында тіркелген мемлекеттер, мен Палестинаның бәрін қосқанда, қателеспесем 196. Ойланып көріңіздер. Біздің қазақтың халқының басында бұл Құдайдың бір Алланың берген бағы, біздің мемлекетіміз бар. Және де бұл мемлекетті біз айтып келдік, бұл республика. Система бар, монархия бар, республика бар, тағы президентск республика дейді, неше түрлі формалар жеткілікті. Республика деп отырғанымыз, бұл қанымызда бар зат, тарихтан келатқан әріптесіміз дұрыс айтып отыр. Қарапайым құрылтайдан айтудың өзінен, бізден баяғы заманымыздан, түркі дәуірінен келатқан елмен ақылдасып шешетін қанымызда, дәстүрімізде бар зат. Сол міне қазіргі тұрда, конституцияда, тағы басқасында демократияға біз келіп отырмыз. Мен Қашқа бармай қойым. 6 рет мен экспедицияда Моңғолияда болдым. Ұлттық хорал дейді олар. Хорал дейді мысалы. Кнессет деп Израильдер айтады мысалы. Тағы басқа деген сияқты. Бұл өзіміздің қорқудың керек жоқ. Құрылтай деген ол өзіміздің дәстүрден келатқан, қанымызға сіңген адамға қазақтың мәдениетінде бар зат. Енді
Моңғолияда сіз егерде сайлау науқанына түссеңіз, ояқта партиялар көп, ақ дейді, қызыл дейді, көк дейді. Сіз экспедиция жүргеніңізде байқайсыз, түске дейін біреу келеді ақ партияны реклама жасап жатады. Түстен кейін келіп қызылдар. Бір-бірін бақылайды отырады. Таза тек жұмыс істеуге тартып отыр. Міне біздер жаңа айтып отқанбыз, сіз маслихатты да, жергілікті тағы басқасын айтып отырсыз. Біз сол жүйеге қазір келе жатырмыз. Ашық цифровизацияны пайдаланып отыра, дәстүрімізде бар затты, мынау бәсекеге түсуіміз керек, партиялық бәсекенің ішіне түсуіміз керек. Сайланатын құрылтайға да, халықтық жаңағы неге де тек әділетті, табиғаты, жаратылысы жаңағы осы мына біздің әріптестеріміз сияқты депутаттар солар сайланып, біздің мүлдемізді халықтың жай қарапайым мені, мысалы мал бағушы бақташының мені мүлдемді бұлар шығару керек. Енді президентіміз айтады, шынымен де болашаққа біз не істеуіміз керек мына мемлекет сақтап қалу үшін? Мемлекеттің өзінің қаражаты бар. Қаражат неге кетіп жатыр? Білімге кетіп жатыр, медицинаға кетіп жатыр, түрмеге кетіп жатыр, басқасына кетіп жатыр. Енді ең көп затты бізді құртатын нелер? Мынау түрме тағы басқасы ол зиян зат қой. Не істеуіміз керек мынаны азайту үшін расходты мынау түрме тағы басқа? Біз халықты білім беруіміз керек. Сауатты қорықпау керек. Сауатты білімді халық, мәдениеті бар халық мына түрмен жағын азайтады. Біз соған біртіндеп қазір сол қоғамды соған бейімдеттіріп беруіміз керек. Әлем деңгейінде кім озат? Әлем деңгейінде озат, оның адами капиталы сапалы болған мемлекет озат. Болды, біз соған келатымыз. Президент соны біз астарлы түсіндіріп отыр. Адами капиталға сүйенейік, ғылымға сүйенейік, инновацияға сүйенейік, цифровизацияны пайдаланайық деген сияқты. Қазір шанс түсіп тұр бізге. Екі жағымызда алып империя тұр ғой, соның біреу цифровизация Қытай кетіп барады. Бұл біз үшін мүмкіндік, бұл мұхит. Сол мұхитты біз табиғи суы бар мұхитқа жетпесек те, мына мұхитты пайдаланып, біз әрмен қарай дамып кетуіміз керек. Сондықтан президент нақты стратегия кіргізіп отқан сол адами капитал, ғылым, инновациямен біз қазір арман қарай кетуіміз керек. Ол үшін не істейміз? Біз мына бүкіл шекарамызды, мына Қазақстанның 9-шы орында алатын территорияны біз қару-жарақпен сақтап қала алмаймыз. Мынаны біз сақтап қаламыз сапалы адами капиталымызбен. Міне біздің әріптесіміз отыр, міне біздің әріптес тұр. Қазір қазақ тілі, орыс тілі, қытай тілі, ағылшын тілі, мен ойлаймын, жастар болашақта, міне өздеріміздің балдардың ортасында, қазір немерелеріміз ортасында, біз түсінбесін деп ағылшынша сөйлейді. Сондай деңгейге жеттік. Осының бәрін потенциалды біз қазір пайдаланып, әрмен қарай бәсекеге түсіп отқан 190 мемлекеттің ішіне біз қалай кетеміз? Тек біліммен, ғылыммен, мәдениетпен кетуіміз керек. Вот міне осы. Бізге түсіндіретін қылып, халыққа білімін тарататын қылып, оған бүгін біздің табиғатымыздың, жаратылысымыздың бәрі келіп тұр. Жеті атаң бар ма? Қанымыз таза. Таза ет өнімін, сүт өнімін ішіп отырсыздар ма? Халқымыз таза. Міне осының бәрін біз болашаққа алып кету жағынан тағы да айтамын. Ең бірінші халық біздің түсінеді. Соны бірақ түсіндіретін, халыққа жеткізетін мына әріптестеріміз сияқты кісілер керек. Жеткізу керек. Ең бірінші біздің сыйлайтынымыз қазақтың тұқымында бар зат, қанында бар зат. Бұл сөзді құрметтейміз, сөзге тоқтаймыз. Құдай Алланың берген құдірет сөзі бар ма? Біз соны қазір арын қарай түсіріп бір-бірімізге сөйлеудің өзі біз үшін қазақ үшін жұмыс былай айтқанда. Шетелден мысал келтіріп, партиялар арасындағы бәсекелестік туралы айттыңыз ғой. Бізде партиялар арасында ақ бәсекелестік бар, жұмысқа байланысты. Бірақ ол сайлау алдындағы дебат кезде ғана көрінетін сияқты. Ол дұрыс емес. Көбіне көп біз бір партия мен екінші партияның арасында жұмыс өнімділігімен бәсекелестік көре алмай қалып жатамыз. Біз оған қашан келеміз? Ол келеміз. Ол тіпті келіп те жатырмыз. Сіз оған асықпай қойыңыз. Сіз мына пенсия шығам дегенше сіз сол бүгін көріп те кетесіз, Амангелді мырза. Мен тағы да бірақ мысал келтірейін. Жақында ғана Моңғолияның премьер-министрін алып тастады. Неге? Неге десеңіз, қызы бір үлкен қымбат сумка Гуччи сатып алған екен. Соны кәдімгідей жастар партиясы ашып көрсетті. Зарплатасы әкесінікі мынау, қызынікі мынау, сумка алатын ақшасы қайдан алды? Көрдіңіздер ме? Сол дүниеге біз келе жатырмыз қазір. Асығудың керек жоқ. Жалпы тағы да айтамын. Цифровизацияның өзі қазір көрсетіп қойды ғой, кімге қандай қаражат түсіп жатқанын. Бұл басы. Сондықтан мен ойлаймын, болашақта біз мына қоғамды қазір дайындап қою үшін ең бірінші сен айналып келіп, бірінші негіз құратын конституция ғой. Конституцияны біз шектеп алуымыз керек. Мынау заң тұрады, мынадан сен кетіп қаласың ба? Заңмен сен қудалаймыз. Мына заңның тұғырында сен жұмыс істейсің ба? Дұрыс. Деген сияқты біз өзіміздің шекарамызды, құқықтық шекарамызды конституциямен шешіп алып отырмыз. Ал оны шешіп алмасақ, біз әрмен қарай дауымыз қол. Үнемі қайтып келеміз де кедергі болып, тірелеміз де отырамыз. Сондықтан президенттің қазір айтып отқан ашық қазір міне талқылауға түсті ма? Халқым бәрі мәдениетті ғой. Білімді 99% қазақтың жазу, сызу білет. Ойланып көріңіздер.
Басқа мемлекеттерде сіздер өздеріңіз білесіз, қашыққа барудың керегі жоқ. Ауғанстанда қазір қыздарды 4-ақ классқа оқытып жатыр. Оның қасында біз мемлекетіміз дамыған мемлекет қой. Тағы да айтамын, сіздер Египетке, басқа жерге барып көріңіздер. Біз өзіміз сөйлейміз, біз қалып қойдық деп. Әрине Европа, мынау Қытай елдеріне, жапондықтарға біз әлі жете алмайды. Бірақ әділетті ертең қоғамды құрып алсақ, жетеміз. Неге жетпеске? Қазіргі геосаяси жағдайды білесіз ғой, Рахмаға? Әрине. Әр жерде әртүрлі болып жатыр. Соғыс, ашаршылық, тағысын тағы. Алпауыт мемлекеттердің, державалардың арасындағы сондай бір қақтығыс біздің дәл осы елдің егемендігі жолында, дамуы жолында жасап жатқан қадамдарымызға кедергі болмай ма? Қалай ойлайсыз? Мен тағы да тарихтан бастайын. Мынау Қазақстан, қазақ елі, біздің ата-бабаларымыз сол қазақ болмай тұрған кезден бастап осы Евразияның далалық шөл өңірінде біз өмір сүріп жатырмыз. Қасымыздағы Алп империя, солтүстігіміздегі, шығысымыздағы, оңтүстікті сен қоса бастасаң, Пакистан, Индия бәрін қоса бассаң, біз бір Астана маңайында шоғырланатын халықпыз ғой, былай айтқанда. 38 миллион Токионың өзінде бір-ақ халық тұрады. Біз бір қаланың санына жетпейміз. Стамбулда 22 миллион халық тұрады. Бір қаланың санына жетпейміз. Бірақ осы ата-бабаларымыз біздің мемлекетті осыны алып келді ме? Енді мына мемлекетті бізге дейін де Әбілқайыр ханың да, Абылай ханың да, басқалары да осы екі Алп империяларының орталарында осы халықты, территорияны сол сақтап келді ғой. Мен ойлаймын, арман қарай басшыларымыздың бәрі де көршіні Құдай береді. Оны біз өзгерте алмаймыз. Ал соның ортасында қалай өмір сүреміз? Дипломатиялық тұрғыда, сөйлесудің арқасында. Қазақ көшпенді халықтың тұқымыз. Солтүстікке барасында сен орысша, татарша, башқұрт сөйлейсің. Оңтүстікке кетіп сен өзбекше, парсша, тәжіктермен сөйлесесің. Біздің қанымызда бар мәдениет. Бір-бірімізге сол информацияны беріп отыру. Ат деген, жылқы деген, коневодство біздің келатқан. Ол бұрынғы империя дәуірден, қола дәуірден келатқан интернет жүйесі ғой, былай айтқан. Ақпарат, мәдениет, жаңағы ұлы жібек жол деген сияқты. Сол ақпарат біздің ортамыздан әлде де кеткен жоқ. Логистика қалады ма? Қалады. Европамен қазір бәрін теңізбен апарғанша біздің Қытайдан қазір автобус немен, пойызбен тасып жатыр ма? Тасып жатыр. Осы жүйенің бәрін біз қазір бір ортаға, ашық ортаға қазір келтіруіміз керек. Таза жұмыс істеуге келтіруіміз керек та. Сол кезде 20 миллион халықты біз бәрін керемет өмір сүруімізге болады. Сәл кішкене шыдау керек осыны. Енді әрмен қарай біз қазір әлде де жетілуіміз керек. Халық әрмен қарай дамып кету үшін ол экономиканың заңдылығы. Кемі 35-38 миллион болуымыз керек. Менің өзімнің шығарған холодильнигімді, шығарған жаңағы кондиционерімді, пылесосымды өзімнің халқым сатып алатындай деңгейге келуіміз керек та. Ол жоқ бізде. Сондықтан біз амал жоқ шекараны ашық жасаймыз. Кие қазір Қостанайда машина шығарып жатырмыз ба? Болашақта ана соғыс біткеннен кейін Ресей халқы сатып алатындай қылып жасауымыз керек. Көрдіңіздер ме? Біздің шығарып жатқан сүт өнімдеріміз, ет өнімдеріміз әлем деңгейінде тіпті қашыққа беруге жоқ. Екі-ақ затпен шығуға болады. Таза экологиялық ет өнімін, таза бидаймен шығуға болады. Басқасын былай қойғанда, әлем деңгейінде қазір адам өмір сүру үшін, сапалы өмір сүру үшін кемінде айына сіз 4 келі филе ет жеуіңіз керек. Ол мына біздің қонақтарға тұрсын сапалы етіміз. Біздің жейтініміз қазақтар үйде маталы ешкі, саталы ешкі жейміз ғой былай айтқанда. Ол дұрыс емес. Біз таза еттен өнімізбен әлем деңгейінде қазір экологиялық тұрғыдан сапалы тұру үшін біз сондай нені жасауымыз керек. Өнімдерімізді біз болашақта етті өндіретін 4-ақ территория бар. Ол Аргентина, ол Монголия, Қазақстан, әрі кетсе енді Сахараның маңайындағы бір елдер беруі мүмкін. Болды все. А етсіз адам өмір сүре алмайды. Биологиялық тұрғыдан біз сүтқоректілердің ішіндегі хищникпіз. Көрдіңіздер ме? Мен енді асыра кетіп бара жатқан шығармын, бірақ тағы да айтамын. Осының бәрін біз жай қарапайым халыққа қойшыдан бастап академикке дейін тіл табысып, бірігейік. Мынау жерде біз болашаққа салып отырмыз. Мынау ортақ ертең өмір сүретініміз заңымыз біздің. Сіз екі балашақ детсадқа барған кезде бір-бірімізбен ойнау үшін келісіп алады. Сен мені машинамен ойнай тұр, мен сенің куклаңмен ойнай тұрайын. Ол да конституцияға сол 1-2 сағатқа тұрса да. Сол сияқты мына халық өмірді, бейбітшіл өмірде сүру үшін біз өзіміздің заңдылықтарымызды қазір бекітіп аламыз керек. Ал бірінші ол конституция. Демек, конституциядағы барлық реформаны, өзгерісті сіз қолдайсыз? Қолдаймыз. Қолдаймыз. Және ол реформаны біз қазір кіргізуіміз керек. Бұл жерде жаңағыдай айтылудың керек жоқ. Біреулер 90 жыл болды, тағы басқа деген сияқты конституция өзгермей жатыр. Жоқ, кешірерсіз. Әр халықтың өзінің ерекшеліктері бар. Біз өзіміздің Қазақстанның мынау тұрып жатқан былай салыстырып келген кезде, біз кризиспен, бидайды да кризиспен өсіреміз, малдың етін де кризиспен өсіреміз. Тапқан тебен ақшамыздың тең жартысы бізді қысқы бәтеңкі құлақшынға, отопление газға кетеді. Ондай басқа ерлерде ондай жоқ қой.
Әр елдің өзінің ерекшеліктері бар. Сол ерекшеліктерге сүйене отыра, біз өзіміздің мемлекетіміздің әрмен қарай болашақ конкуренция қалай түсеміз деген енді біз құрып алуымыз керек. Қазақстан бәсекелеске қабілетті мемлекет болу үшін конституцияны өзгерту керек деп айттыңыз. Ал ол өзгермеген жағдайда не болар еді соңы? Дымдап алмайды. Шын айтық, дымдап алмайды. Бірақ түбі сіз айналып келіп бір жерге тіре бересіз. Егер де сіз қазір мына правила игры түзетіп алсаңыз, сізге әрмен қарай дамуына оңай болады. Оны өзгертпей де қалдыруға болады. Дамимыз бәрді. Бірақ сіз ауға оққана соттасумен бір-бірімізбен неге тіреле береміз. Сондықтан қазірден бастап біз ашық талқыға түсіріп, мынаны ашықтап аламыз. Мынау ағы ма ақ, қарасы ма қара. Мынау бізге асығыстау ма тоқтатайық. Мынаны қазір өзгертеміз ба? Ал халық міне демократия деген осы емес пе? Біздің ортамызға шығарып міне беріп отыр ғой. Ал халықым талқылаңдар. Ішіндегі жаңа қабілеттілерің бар ма? Ақылдыларың бар ма? Мамандарың бар ма? Отырыңдар да талқылаңдар. Бірақ түбі біз мына мемлекетті әрмен қарай дамытамыз деген сияқты. Оны талқыламай қабылдай салса болады. Болады онда. Мынау қазіргі действующий конституцияның ішінде айтылып отқан жоқ па? Конституцияны өзгертуге болады парламенттің депутаттарымен ақ. Президент айтады, болашаққа біз ол келмейді. Кіргізейік. Болашақта сен мына конституцияны бір бекітіп өзгертетін болсаң, тек халықтың референдум арқылы өзгерт. Ол демократияның көзқарасы не ол? Демократия. Анық, ашық бізге айтып отыр ма? Президент 7 жыл бір рет ақ сайланады деген сияқты. Ашығы не ол? Открыт айтып отыр сізге. Міне осындай біз қоғамды қазірден бастап құрып алуымыз керек. Меніңше қазір құрып жатқан процестің сол тарихында біз отырмыз. Керемет жағдай. Ақпаратыңызға рахмет. Конституциялық заң жобасына өзгеріс енгендігіне байланысты Ақылбек мырза сөз сөйлесін. Сөз өзіңізде. Рахмет, Амангелді мырза. Жалпы негізі біздің конституциямызға байланысты айтатын болсақ, манадан бері әріптестеріміз, жалпы депутат мырзалардың да ағайымда айтып тұрғанына қосыламын. Бұл бізде заң бір орында тұрмайды. Әрқашанда заң бізде даму үстінде болады, өйткені бізде саяси жағынан, әлеуметтік жағынан, құқықтық жағынан мемлекетіміз дамып жатыр. Заман да бір орында тұрмайды, сондықтан да конституциямыздың да өзгертулер мен толықтырулардың енгізудің өзі де қазіргі кезде бұл заман талабы болып табылады. Бұл жерде мен өзім заңгер ретінде қарайтын болсақ, конституциямызда өзгертулер толықтырулардың ішінде бізде нақтыланған жерлері бар, яғни бұл мемлекетіміздің құрылысына байланысты. Мемлекетіміз бұл біріншіден бөлінбейтін біртұтас мемлекет, унитарлы мемлекет деп көрсетіп кетті. Және де басқару формасына байланысты бізде президенттік форма деп көрсетіп кетті. Осындай нәрселердің бәрін нақтылаумен келе жатыр. Сонымен қатар енді осы конституциямызға байланысты айтатын болсақ, тағы да көптеген өзгертулер енгізілді. Енді оның бәріне тоқталып кетпей ақ қояйық. Дегенмен де адамның құқықтарына байланысты нақтыланды. Адам құқықтары нақтыланды, адам құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беру нақтыланды. Сонымен қатар бұл жерде кінәсіздік презумпциясы нақтыланды деп айтуға болады. Сосын кінәсіздік презумпциясында осы жерде біз айтамыз, құқық бұзушылық жасаған адам, бір құқық бұзушылық жасаған адам екінші рет жазасын алғаннан кейін екінші рет дәл осы құқық бұзушылық үшін тағы да екінші қайтара жауапкершілікке тартылмайды деген заңдағы негізгі қағида конституцияда көрсетілді. Бұл конституцияның негізгі норманың қолдануы болып табылады. Енді осындай заңдар бар, бұл конституцияның жақсы жағынан көрсетеді деп айтамын. Негізі алдағы уақытта да бұл біз енді тағы да түсінік айтып кету керек. Бұл бізде беріліп жатқанның барлығы бұл жоба. Конституциялық жоба. Біз талқылап жатырмыз. Осы жерде отырғандарымыздың бәріміз талқылап жатырмыз. Сондықтан да әлі болса да сіз өзіңіз Амангелді мырза айтып кеткендей, ЕГОВ-қа, өтінішке арқылы жаңағыдай өзіміздің ұсыныстарымызды айтуға болады деп айтуға болады. Енді осы менің айтайын деген ұсынысым. Жақсы, рахмет. Өздеріңізге белгілі, биылғы жылда мемлекет басшысы жасанды интеллект және цифрлық даму жылы деп жариялаған болатын. Жаһандану дәуіріне кіру үшін және экономикамыздың өсімі әлде қайда жоғары болу үшін біз жасанды интеллекттің игілігін көруіміз керек дегенді айтты. Енді егде тартқан жандарды қайдан, бірақ бұған жастардың үлесі басымырақ сияқты. Себебі жастардың арасында қазір кеңінен насихатталып жатқан жасанды интеллектті мектепке арнайы пән ретінде енгізуде бастама ретінде көтеріліп жатыр. Жасанды интеллект бізге қандай мүмкіндік беруі мүмкін? Бұл ортақ қойылған сауал. Ал жастардың бұл жерде үлесі қандай? Бұл Самғат мырза сізге сауал. Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгінгі талқылау өте жақсы тақырыптар болып жатыр деп ойлаймын. Енді жастардың көзқарасымен
бұл бастамалар ескінің де жаманы бар, жаңаның да жақсысы бар дейді. Қазіргі болып жатырған біздегі қоғамдағы кейбір дүниелер кезінде біздің әке шешемізге, ата бабаларымызға, ата әжелерімізге бір таңсық көрінуі мүмкін. Мәселен, бізде қазір цифровизация біздің өмірімізге еніп кетті. Ол телефонымызда да бар, өмірімізде кей кезде жаңағы төлемдер деп айтамыз, немесе компьютерлік неше түрлі жаңағы ойындар, неше түрлі керек нәрселердің барлығы қазір біздің көз алдымызда. Жаңадан қорқудың қажеті жоқ. Енді жасанды интеллект бойынша бұл биыл мемлекет басшысының осы жылды қабылдауы әргіден бастап жастарға осы жақсы нәрсені қабылдауына. Себебі мемлекет басшысының осы Түркістан газетіне берген сұхбатында қазіргі жастар біздің мемлекетіміздегі отаншыл жаңашылдыққа басым көңіл аударады деген. Бұны жақсы жағынан қабылдауымыз керек деп айтқан болатын. Себебі тек қана жасанды интеллект емес, бұл жерде заң мен тәртібі бар, таза Қазақстан бар. Бұның барлығы да бұл жаңашылдық емес. Әріден келе жатырған ағамыз айтып отырған тарихтан алсақ та, бұның елімізде болып жатырған өзгерістің барлығы біздің елімізге қажетті керек нәрселер. Ашықтық, таза Қазақстан, әділетті Қазақстан деген нәрсенің барлығы біздің қанымызда, тарихымызда бар нәрсе. Себебі қандай да бір жаңашылдық болса да біз ортамен кеңесеміз, ағайынмен ақылдасамыз. Ал енді именно мына жасанды интеллект келетін болсақ, жасанды интеллект бойынша қазір жастарда IT стартаптарда бар. Біздің өңірімізде әрі кетпегенде мемлекетімізде де қаншамасы бар. Біздің өңіріміздің өзінде қаншама IT хабтар жұмыс жасап отыр. Оның ішінде жастар өздерінің бастамаларын, яғни стартап бастамаларын жүзеге асырып жатыр. Оқу орындарында қаншама кабинеттер ашылып жатыр. Бұның өзі міне Ақтөбе политехникалық жоғары колледжінде үлкен ғимаратқа ғимарат қосылып, үлкен өңір басшысының қолдауымен осындай кабинеттер ашылды. Оның барлығы жастарға деген тек қана мемлекет басшысының емес, өңірде де үлкен қолдау жүргізіліп жатыр деген сөз. Бұл біздің өмірімізге күнделікті керек нәрсе. Ол жаңағы біздер ақылды үйлер дейміз. Оның барлығы кезінде ертегі болып көрінгенмен, бірақ қазір біздің өмірімізде бар ғой. Телефон арқылы біздер кез келген төлем төлей аламыз. Оның барлығы Жапонда бар ақыл, біздің қазақтарда да бар. Оны мемлекет басшысы қазірден бастап жастарға, ол сол біздер айтамыз, міне дамыған елдер, кәрістер осындай, жапондар осындай деңгейге жетіп жатыр дейміз, бірақ мемлекет басшысы айтып отыр. Сондай болу үшін қазір қамданайық. Жастар қазір сол елмен тепе-тең болу үшін қазір мықты болыңдар. Қазір білімді болыңдар. Себебі Абай ақынның өзі айтады, адамның адамнан артықшылығы ақыл, білім, ғылымда дейді. Дүниесінде демейді. Сондықтан білімге, осы ғылымға назар аудару арқылы біздер жаңа өзіңіз айтып отырған сияқты өзге мықты мемлекет деп салыстырған елді біреу жасап бермейді. Оны біздер өзіміз жасаймыз. Цифрлы мемлекет керек па, мықты мемлекет керек па, жасанды интеллектпен озық алда тұрған мемлекет керек па, оны өзіміз жасаймыз. Барлығы бізден басталады дейсіз. Барлығы өзімізден басталады. Самғат мырза, білсеңіз, мемлекет басшысы бұған дейін үндеуде мынадай нәрсе айтқан еді. Біз сыртқа кеткен жұмыс күштерінің барлығын қайтадан елімізге алып келуіміз керек. Ол үшін толықтай барлығына бірдей жағдай жасалуы керек деді. Осыдан кейін әлеуметтік желідегі тәуелсіз сайттардың, тәуелсіз зерттеу ұйымдарының статистикасын қарап шықтым. Статистиканы қарасам, жап-жас болса да, Англияға құлпынай теруге кететіндер бізден көп екен. Расында біздің елдің жастары шетелге шығып жұмыс істеуге құмар. Неге? Бұл ашық сұрақ әлі күнге дейін. Біреуіне жағдай ұнамайды, біреуіне жалақы ұнамайды, біреуіне тағысын тағы, біреулер шетел көру үшін барады деген сияқты. Енді қазір біздің елімізде үлкен өзгеріс болып жатыр. Конституцияның өзі ол өте үлкен өзгеріс. Оның қасында парламенттік өзгеріс тағы бар, билік жүйесіндегі. Дәл осы өзгерістерге жастар қандай пікір білдіріп жатыр қазір? Қоғамның дұрысы да бар, бұрысы да бар. Ол жерде талқылау объективті түрде. Қазір кез келген жерде жаңағы сіз айтып отырған сияқты шетелге асып, құлпынай теріп, басқа да жұмысқа. Ол енді әр адамның жекелей өз қабылдауы. Ол ешкім қазіргі кезде шетелге шығу бұрында арман болатын болса, қандай бір жағдайда ол тұрмыстық жағдаймен қыдыру болсын тағы қазір барлығы мүмкін. Сондықтан енді алдағы уақытта
енді мен ойлаймын біздің Қазақстан ол сондай бір мемлекеттердің қатарына кірген жағдайда ол күштердің барлығы міндетті түрде келеді. Ол мәңгіге кеткен жоқ қой жастар. Мүмкін бір қажеттілікке байланысты, отбасылық қажеттілікке немесе қазіргі қажеттілікке байланысты былай айтқанда заработокке кеткен шығар. Ол біздің мемлекетімізде ол жоқ деген нәрсе емес. Қалып қою да мүмкін ғой бірақ. Ол Жаңа Рахым ағаның сөзін естідіңіз. Иә. Біз қазір 20 миллионбыз, біз 38 миллион болуымыз керек деп айтты. Иә. Бұл жерде біздің мемлекетімізде жастардың барлығы шетелге кетіп жатыр. Ол жақта қалып қояды дегенге келіспеймін. Себебі кіндік қаның тамған жерге маңдайының тері де таму керек дейді ғой. Ол міндетті түрде қандай да бір осы уақытқа дейін болашақпен де оқығандар бар, шетелде оқып келген азаматтар да бар, осы өзіміздің өңірімізде де бар, немесе бір тәжірибе алмасу үшін барған жастар да бар. Қазір өңірімізде жақсы жұмыс жасап жатырған. Ал өзінің қажеттілігіне байланысты менің айтып отырғаным, сондай бір қаражатқа, тәуелділікке немесе кеткен қандай да бір уақытқа азаматтар, ол енді азаматтығын ауыстырып кетпесе, Қазақстанның азаматы ретінде ол жаққа барып түбегейлі өзгеріп кетеді дегенге мен келісе қоймаймын. Болады, қосымша. Жаңа біздің барлық болашағымыздың бәрі осы жастарымыздың қолында ғой. Жаңа президентіміз айтқаны кешегі мысалға цифровизация дейміз, я болмаса жасанды интеллект дейміз. Үлкен әлем клауд және осындай компьютерлер жасап отырмыз. Альфа-равизм деген. Мына шетелге барып жұмыс жасап отқан жастар онда көру керек, шетелде көру керек. Бізде бар ғой, біз болмаған жердің бәрінде жақсы сияқты болып көрінеді. Ол басқа мемлекетке барып көру керек. Соның көрмесе, ол бір жерден қарап қызыға отыра беруі мүмкін. Барып қолпынай тереді, я бір жерден мал бағады, я бір жерден басқа үлкен тракторда дейді. Көріп отырық қой бәрі. Бірақ та бүгінгі таңда біздің мемлекетімізде осы жастарға арналған көптеген мүмкіншіліктер бар. Ал мына оқуда айтайық, диплом алғанда қаншама біздерде жаңағы осы күні кеше ғана біздің колледжімізге барып жаңа қарадық та, мысалы лифт істеу керек деген әңгіме көтеріп жатыр. Мына қалада оны кімдер істейді? Ол жастар. Және ауыл шаруашылығында тұратын, ауыл шаруашылығына барам деген жастарға Камшат ханында оқталып отыр, ол кісі айтар, біздерде бағдарламаның жастарға деген өте көп. Бірақ соны осы жастармен қазір біздің ауыл партиясымыз біздер өткенде форум жасадық, ертең де бір отырыстар жасаймыз да. Сонда біздердің айтатынымыз осы өзіміздің елімізді көркейтуіміз керек. Оны көркейту, мен мына қазір бір келе жатырмын да. Қазір әр түрлі, мысалы, ауыл шаруашылығы болсын, қала болсын, басқа сала болсын, жастарға барлық мүмкіншілік бар. Жоқ, жастарға мүмкіндік жоқ деген жоқпын. Бар мүмкіндік, бар. Біз оны бағдарламаларда да айтып отырмыз. Кетіп атқан жастар барсын, көрсін, мен оған да қарсы отырған жоқпын. Менің бұл жерде сұрағымның қойып отырғаным, жастар бізде шетелге шығып, сол жақта жұмыс істеуге құмар. Демек, шетелде жүрген жастар, немесе сол жаққа баруды үміт еткен, мақсат еткен жастар, біздің елде болып жатқан мына конституциялық парламенттік өзгеріске бас ауыртпай ма деген сұрақ қой. Бас ауыртпай ма? Қазір қандай реакция беріп жатыр деген сұрақты қойып отырмын. Басты кешіріңіз әріптес. Құмар деген сөзіңіз келмейді бұл жерге. Ол мәжбүр кетуге. Мына жерде оған энергетикасына мына біз беріп отқан зарплатаға ол қанағаттанбай отыр. Мына арада мен қазір заводқа барып жұмыс істеймін, маған 300 мың теңге төлейді. Ол сояққа барып құлпынай терсе, миллион алып отыр айына. Әрине ол рискует, кетіп отыр аяққа. Ол мәжбүрлік па? Мәжбүрлік былай айтқанда. Ол дұрыс емес. Бірақ енді бұл жерде 10 адам болайық, балдар кетейін дегеннің, соның ішінде ең жүрегі мықты. Ана бәрін тастап, әке-шешесінің жаңа біреуге сеніп, өзі кетіп сояқ кетудің көр, ол ана адамның кетіп отқан адамның құдіреттілігі. Бұл пассионарий дейді жалпы ғылыми тұрғыдан. Кетуін сіз оны ұстап тұрсаңыз да ол кетіп қалады. Себебі ол өзінің таңдауы. Ол кетіп қалады. Ол көшпенді дәуірден бастап Европаға кеткен мына мадиярлар, тағы басқалар, біздің осы жергілікті жерден шыққан ата-бабалар ғой. Кетіп атқандардың бәрі әке-шешесінің үлкен балдары, ортаңғы балдар
қалып қойған, осы арада қалып қойғандар біз кіші балдардың тұқымдарымыз, былай айтқанда. Әке шешесін обал тастап кетуге, сонымен қалдық біз. Біз біреудің таңдауына қарсы шыға алмаймыз. Шыға алмаймыз. Барсын, көрсін. Бәрі салыстырма есебінде. Бірақ бізде мынадай нәрсе бар ғой, қараңызшы, жаңа конституцияға жоба әзірленді ғой қазір. Жоқ, Талқылауда болып жатыр. олар кетіп қалғанмен әріптесім дұрыс айтып отыр. Ол азаматтықты өзгерткен жоқ. Ол тіпті сояқта қала берсін мәңгі болып. Ол жаны ашып отыр. Бізге мына мемлекетімізге жағдай жасайды. Әне жерде болса да Қазақстанның кім екен, қазақтың кім екенін түсіндіре алатын біздің сапалы мамандар бару керек. Сосын түп айналып келген кезде бұл ситуация тек қазір емес. Мысалы 1941-45 жылы соғысқа барып келген біздің қазақтың азаматтары сояққа барып ана Европаны көріп келді ғой. Сол кезде олар канализацияны көрді, унитазды көрді, су аулаға кіріп тұрған бәрін көрді. Мына жаққа келіп алды да, біраз соны көрсетті, жасады. Келіп жасады. Келмей қалсашы? Жоқ, мәселе кеткен адамның, тағы да айтамын, түбі айналып келген кезде табиғат өзі тартады. Жаңа сіздің айтуыңыз дұрыс. Түбі кеткен адамның бір 10 адам кетті ма, соның көп болса 8-і қалар, 2 міндетті түрде қайтып келеді. Ана қалып қойған 8-інің өзі бізге бәлелшік. Жаны ашиды. Сондықтан түбі айналып қалған кезде біз жаңағы жіберіп отқан адамдарымызды, бұл процесті біз ғылыми тұрғыдан зерттеуіміз керек. Ұтымды жағын қалай кетіруіміз. Енді сіз айтып қалдыңыз, мамандар сояққа кеткен, біз қалай шақырып аламыз деп. Біз анаяқтағы жағдайдан біз 1.200.000 төлеуіміз керек. Ол миллион алып отыр ма? 1.200.000 төлеуіміз керек. Келеді. Көрдіңіз ба? Қазір қараңыздаршы, мен білмеймін, сұрақты дұрыс қоя алмай отырмын ба, әлде сіздерге түсіндіре алмай отырмын ба? Менің айтқым келгені мынада. Әлде түсінгендер бар ма? Бірден сұрап алайыншы, менің сұрағымды. Айтып айтыңыз. Түсіндіңіз, сіз? Жақсы. Жоқ, мен пікір сұрап жатқан жоқпын. Әлі Маржан апайға сөз беруім керек. Мержан ағай бар. Менің айтқым келетіні мынада. Бізде шетелге шығып жұмыс істейтіндер бар, мейлі мәңгі бақи қала ма, қайтадан келе ме, ол енді өзінің таңдауы. Біз белгілі бір адамның субъективті таңдауына, қалауына қарсы шыға алмаймыз. Оны қазықпен байлап қойсаң да, ол бәрі тұрмайды мына жерде, егер кетем деген адам болса кетеді. Менің айтқым келетіні мынада. Қазір бізде жаңа конституциялық жобада өзгеріс бар, болып жатыр. Енді қоғамдық талқылауға ұсынылды ғой. Міне біз жазып шықтық. Мынаны сіздер талдаңыздаршы. Міне Самғат жастарға апарып берші деген сияқты. Бірақ жастар оны талдамайды. Неге? Себебі оған бас ауыртпайды. Мүлдем бас ауыртпайды да. Мен соны айтып отырмын. Жастардың реакциясы қалай болып жатыр осы тұрғыда? Көп па талқылап жатқан жастар, әлде барлығы жағдай жұмыс бастылықпен, шетелдегі жұмыспен, оқумен, тағысын тағымен жүрме деген сұрақ қой менің сұрағым. Қысқадан нұсқа, жастардың талқылауы өте жоғары. Қысқадан нұсқа, себебі уақытта шектеулі шығар. Бұл жерде жастардың қазір әлеуметтік желіден де қарасаңыз, Threads, Instagram, TikTok, Facebook, жастардың талқылауы өте жақсы. Себебі оның жаңа айтқан сияқты оңы да бар, терісі де бар. Оның барлығында қабылдау керек. Барлығы бірдей 100% өте жақсы деп кетпейді, барлығы бірдей 100% өте жаман деп кетпейді. Жаңа айтқаным сол, талқылау болу керек. Жастардың көзі ашық, көкірегі ояу. Қазір жастар объективті қабылдай алады кез келген нәрсені. Ол болу керек. Ашықтық, әділдік деген осы. Мемлекет беріп отырған, міне, сендер біздің болашағымызсыңдар. Сіздерге арналған осы конституция. Қанша жыл болатын белгісіз, қанша жыл тұратыны, қанша жылдан кейін референдум болады белгісіз, бірақ қазіргі беріп отырған мүмкіндікті қараңыздар деп отыр. Оны жастар талдап отыр, талқылап отыр. Әрқайсысы жаңа айтып отырған сияқты өзінің ұсынысын бере алады. Егер сіздер жаңағы жабық болатын болса, онда 20 ағамыз айтып отырған сияқты 20-30-50 адаммен де ол қабылдап тастауға да болады. Жоқ. Жастарға да, үлкенге де, кәріге де бәріне беріп отыр. Жастар оны қазір әлеуметтік желіден қарасаңыз, барлығын қабылдау керек. Әрқайсысы өзінің ойы бар, әрқайсының өзінің сана сезімі бар, өзінің ой шеңбері деңгейінде талқылау жақсы болып жатыр қазір. Жақсы, ақпаратыңыз түсінікті. Әйтеуір ертең жастар біраз жасқа жеткеннен кейін конституцияның талқылауы болып бетті. Біз мүлдем білмедік қой деген сияқты бармақ тістеп отырмасын дегенім ғой. Ал сөз өздеріңізде, Маржан ханым, Мержан мырза. Ашық талқылауға түсіп атқан өте дұрыс деп есептеймін. Өйткені әрине конституцияға байланысты комиссия мүшелерінің де ішінде барлығы бірдей ойдан шығуы мүмкін емес. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде оқып отырмыз, көптеген қоғамға белгілі біздің азаматтарымыздың ой пікірлерін жазып бөлісіп жатыр. Әрине, егер сол халықтың айтылған көкейінде жүрген мәселенің барлығын конституцияның комиссия құрамы толық қарап шығып,
өздерінің ұсынып отырған қазіргі таңда бізге ұсынып отырған конституция баптарына байланысты айтылған ұсыныстарды ескерсе тіпті жақсы. Референдум сол үшін керек қой негізі. Әрине, мен енді қазіргі таңдағы атқарып отырған жұмысқа байланысты, мына некеге байланысты нормалардың бекітіліп жатқанына қуаныштымын. Өйткені қазіргі таңда қоғамда отбасылық тұрмыстық жағдай, мына көп ажырасу мәселелері, неке нормасы негізі ол өте қоғамға қажетті нәрсе деп есептеймін. Ол тек қана жастар емес, ол барлық адамзат үшін қажетті жағдай. Сондықтан да осы заң жүзінде конституция арқылы осы ерлі-зайыптылардың арасындағы неке нормаларының барлығы да әрине одан кейін конституция қабылданғаннан кейін де осыған байланысты көптеген нормативті актілер шығатыны белгілі. Ол сол актілер арқылы, сол қабылданып жатқан заңдар арқылы біздің қоғамымызда бақытты, берік отбасылар көбейсе тіпті жақсы болады деп есептеймін. Маржан ханым, сіз енді өз жұмысыңызда әсіресе тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болған әйелдердің мәселесін көтеріп жүрсіз ғой. Өзіңізге белгілі 2024 жылы мемлекет басшысы қол қойған өзгертілген заң бар. Енді тұрмыстық зорлық-зомбылық әкімшілік емес, қылмыстық кодекс бойынша қаралады деді. Ақылбек мырза жаңа айтты, конституциядағы ең маңызды мәселе ол адамның өмірі, оның бостандығы және қауіпсіздігі деп атап өтті. Енді конституцияға өзгеріс енгеннен кейін осы бостандыққа байланысты бұл заң 24-те өзгерген заң, немесе бұған дейін болып келген заңдар толықтай өзгеруі мүмкін бе? Отбасылық жанжалға қатысты, тағысын тағы. Негізі отбасылық жанжалға байланысты, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты қабылданған соңғы заң әлі де күшіне негізі заң жүзінде іске кірісті ғой. Дегенмен де әлі оның результаты шығып жатқан жоқ. Заң 2-ші жыл жұмыс жасап жатқанымен қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылық азайып тұрған жоқ, өкінішке орай. Сондықтан да бұл заң әрі алдағы уақытта жұмыс жасау керек. Конституциялық тұрғыдан адамзаттың, кез келген адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету қаралғанымен де бұл заң жүзінде нақтыланған заң деп есептеймін. Сондықтан да оның ішінде әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық, балаларға қарсы жаңағы зорлық-зомбылықтың алдын алуға байланысты бұл заң керек деп есептеймін. Рахмет. Сөзді Мержан мырзаға берейік. Мержан мырза, қош келдіңіз. Сіздің сөзіңізбен осы бағдарламамызды аяқтаймыз ау деймін, бірақ сізге менің қоятын бір емес бірінші сауалым бар. Мемлекет басшысы дәл қазіргі кезде ең маңызды мәселе ол білім мен ғылым және мәдениет мен инновация ғана емес, сонымен қатар спорт саласында қоса айтып жүр. Спорт саласын дамытуымыз керек, жастардың салауатты өмір салтын сақтау үшін, мықты ұрпақ қалыптастыру үшін деген сияқты. Қазір бізде облысымызда спорт саласының деңгейі айтарлықтай көтерілді, өте жоғары деңгейде, оны көз көріп, құлақ естіп отыр. Бірақ мемлекет берген пәрмен бойынша қандай жұмыстар жасалуы керек әлі? Сұрағыңызға рахмет, Амангелді мырза. Құрметті әріптестер, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес ұлттық құрылтайда бірнеше мәселелер көтерілген болатын спорт саласына қатысты. Соның барлықтары Ақтөбе облысында жүйелі түрде жүргізіліп келе жатыр. Оның біріншісі футбол алаңдарын жекеменшік демеушілік тарта отырып салу мәселесі. Ол бойынша қазіргі таңда Қазақстан футбол федерациясының қолдауымен Ақтөбе қаласында алаң жобасы аясында жаңа алаңдар пайдаланып отыр. Сонымен қатар Хромтау қаласында FIFA арена бағдарламасы аясында жаңа шағын футбол алаңы салынды. Сонымен қатар Қазақ-Ойл Ақтөбе демеушілік арқасында Қандыағаш қаласында жастық мөлтек ауданында 200 орынға арналған жаңа шағын стадион пайда болды. Сонымен қатар бюджет қаражат есебінен Алға ауданының орталық стадионы 30 жыл күрделі жөндеу көрмеген. Сол стадионға біз қаражат салып, толық аяқталып жүргізілді. Жалпы Ақтөбе облысында спорт қарқынды дамуда. Атап айтсам, қазіргі таңда 1747 спорттық нысандар бар екен. Яғни бұлар мектепшілік спорт залдар, спорт объектілері және жекеменшік мектептер. Сонымен қатар мемлекет басшысы Астана қаласында сана шығармашылық спорт зал үлгісінде барлық өңірлерге осы іспеттес спорт нысанды салуға тапсырған болатын. Соның арқасында Ақтөбе қаласында қазіргі таңда жекеменшік қаржы есебінен Баттерфляй, Чемпион және Инжу жүзу мектебі салынып, толық халық игілігіне тапсырылды. Бізде жекеменшік спорт залдар бар ма? Мемлекет тарапынан субсидия алып отырған, әрі ақшалай да келушілерден алып отырған облыста? Бізде облыста ондай объектілер бар. Яғни ол
тек дара бала платформасы арқылы жүзеге асады. Яғни ол саны жағынан 54 объект болып саналады. Бізде мемлекет басшысының өткен жолы берген сұхбатында мынадай нәрсені айтып қалып еді. Біз жеке меншік, жеке кәсіпкерлердің барлығын қаржыландыруды тоқтатуымыз керек деді. Одан кейін премьер-министр Олжас Бектенов те алқалы жиын өткізді. Ол кезде барлық жеке кәсіпкерлерді қаржыландыруды тоқтатамыз деді. Бірақ әлі күшіне ене қоймадау деймін. Енді еніп қалар алдағы уақытта. Бірақ мемлекеттен де қаражат алатын, келушіден де спортшы болсын, оқушы болсын, басқа болсын, одан да қаражат алатындар енді қаржыландыру тоқтатылса, олар сіздермен байланыста жұмыс істей ала ма енді? Бұл мәселе спорт саласына қатысты емес. Бұл мәселе білім жеке меншік мектептерді қаржыландыру тоқтату бойынша мектеп, емхана, көтерілген болатын. Емханалар бойынша. Ал спорт саласында ондай мәселе жоқ. Спорт саласында біз мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 6 жастан 18 жаста балдарды қосымша спортпен қамтып атмыз. Яғни ол барысында Ақтөбе қаласында тек 56 бұл айтқанда жеке меншік өз ынтасын білдірді қатысуға. Сол кісілер жұмыс жасалып жатыр. Ол кісілерді мемлекет тарапынан қаржыландыру ары қарай жүзеге асырылып береді. Бұл спорттық нысандардағы бапкерлерге қойылатын талап бар ма? Себебі бұған дейінгі бағдарламамызда айтқан едік, есіңізде болса, мемлекет басшысы мынау спорт саласында жүрген жандарға, балаларға дінді агитация жасамауға, насихаттауға тыйым салған болатын. Бапкерлерге талап бар, өзінің белді межесі бар, соған байланысты қабылданады. Ал дін мәселесі болатын болса, дінге қазір үлкен насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алдында өзім айтып кеткендей, қазір ондай кісілердің саны бар Ақтөбеде, бірақ барлықтарда қазір беті бері қарап, дұрыс жағынан жұмыс жасауға барлық насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ендеше Мержан мырза, сіздің субъективті пікіріңізді білейін. Жалпы қазіргі кездегі өзгерістерге қандай баға бересіз, не айтасыз? Осымен бағдарламамызды қорытындылайық. Қазіргі кезде өзгерістер жаңа ата заң жобасы жарияланған болатын. Оны барлығымыз білеміз, бәріміз оқыдық. Қазір таңда Конституцияның 99 бабының 77 бабына өзгеріс енгізіліп жатыр. Яғни мәтіннің 84% өзгеріп жатыр екен. Бұл мәселе бойынша да спорт саласындағы үлкен қызу талқылануда. Барлықтарына талқылап, жалпы дұрыс бағытта жұмыс жасап, барлығын толық қолдаймыз. Рахмет, құрметті спикерлер, бағдарлама қонақтары, келіп сұхбат бергендеріңізге, ақпараттарыңызға, жасалып жатқан жұмыстардың есебіне ризашылығымызды білдіреміз. Бүгін Конституцияға, құрылтайға байланысты үлкен талқылау болды, және біз дәл осы сіздер берген ақпарат арқылы көрерменге ақпараттың қандай да бір дәнегін септік деп үміттенеміз. Қымбатты телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыз. Әр шаңырақта Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.